Бәріне сәлем. Егер үйіңізде тігін машинаңыз болса, сатин және ранфорс маталарынан осы 10 затты тігіп көріңіз. Ендеше бастайық. Жаңа жылдың қарсаңында осындай әр баланың арманы вигвам үйшікті тігіп үйреніңіз. Жақындарыңызға тігіп қуантыңыз, немесе прокатқа жалға берсеңіз болады. Екіншісі, осындай әр мерекеге арнап декорлық жастық тыстарын тігіп үйреніңіз. Осылай жасырын замок салып тігіп алсаңыз, шешіп жууға өте ыңғайлы болады. Үшінші, бұл емізетін аналарға осындай жүргекті тігіп сыйлаңыз. Ауа өткізетін бұл матадан тіксеңіз, ана қоғамдық орында баласын қысылмай емізе беретін болады. Төртіншісі, бұл әрине жаңа жылдық тематикадағы әр қыз баласы қуанатын сыйлық, ол косметичка. Астар салып сапалы тігіп, корпоративтік тапсырыстар ала аласыз. Бесіншісі, резеңкелі матрас тысын тігіп, жақындарыңызды қуантыңыз. Екі түрлі матаны компаньон ретінде алып, осындай жинақтар тіге аласыз. Жетіншісі, бұл жастық тыстарын жаңалаңыз. Бұл жастық тысын тігудің ең қарапайым жолы. Ранфорс пен сатин матасы дәл осы төсек тыстарына арналған мата. Сегізіншісі, көрпе тысына принтті мата таңдап, осындай әдемі комплекттерді тігіп, жақындарыңызды қуантыңыз. Таза матадан тіккен бұл жинақты кез келген адам қуана қабылдайды. Ал егер кішкентай балалары болса, солардың төсегіне арнап осындай комплекттерді тігіп көріңіз. Кез келген матрас төсек өлшемдеріне мата шығынын есептеуді парақшамнан таба аласыз. Оныншысы, бұл әрине осындай ерекше пижамалар. Шығыны бар болғаны 2 метр мата. Осындай пижамаларды бірдей етіп тігіп, фотосессия жасауға болады. Лекала сыза алмаймын, қалай тігемін деп уайымдамаңыз. Мен сіздерге арнап 40-тан 54 размерге дейін пижаманың 4 түрінің барлық размерін арнайы сызып, электронды лекаласын жасап қойдым. Пижама каналына кіріп, өз өлшеміңіздегі лекаланы принтерден шығарып алып, арнайы түсірілген 4 видео сабақты қарап тіге бересіз. Және осы 28 штук дайын лекала каналына 50% жеңілдікпен қосылып үлгеріңіз. Ал қалған 9 затты тігу видео сабағына қосылу үшін парақшаға жазылып, маған мастер-класс деп жазыңыз. Сізді 20-дан аса мастер-класс салынған каналға бірден қосамын.